Сәлем достарым, менің ас үйіме қош келдіңіздер. Менің ас үйім өте тар. Сол себепті мынау шкафтың ішін кішкене ұйымдастырайын деп жатырмын. Ал сіздерге мынау шкафтың до түрін түсіріп алайын, сосын послесін көрсетемін. Қыздар, мен шкафтың ішін ашайын. Сіздер бірақ ойбай, менде ондай бардак ешқашан болмайды деп айтпаңыздар. Ал кеттік. Осы рашкелер маған проблема. Мынау екі шай. Мынау деген менің банкілерде орын алып жатыр. Сол себепті рашкелерді де осылай салып қойғанмын ғой. Ал осы до. Мына кухнямды мен өзім заказ беріп жасатқанмын. 110 мыңға жасатқанмын. Бұл стиральный машина тұратын және пеші бар плитка тұратын. Бәрлігін алып тастап, ваннаға кіргізіп, өзім жаңадан істеп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай кухнямның есік терезесін әдемілеп жуып тазалап алдым. Өте қуанып отырмын, қыздар. Шкафым реттеліп әдемі болып қалды. Декретте отырған аналар болса, қол көтеріңіздер. Үйдің тірлігі ешқашан бітпейді және де шаршатады. Сол себепті осылай арасында өзгеріс енгізіп тұрсаң, күшті болып қаласың. Ыдыстардың бәрін сүртіп, жуып, тазалап қойдым. Біздің үйде майлық деген мүлдем болмайды. Бумагамен, қағазбен сүртеміз. Постоянно біздің үйде болады. Мына ыдысты мамам өзіне алған, сол алып тұрған кезде мүлдем есімде болмапты үйге алу. Мамамнан қоймай біреуін алып алдым. Мынаны толтырайын, біреуіне екі шайды араластырып салам. Білесіздер, мен емізіп жүргенімді. Біз жақта сөк деп айтады, сіздер жақта қалай айтады. Ал мына тұз саламыз, сөйтіп үшеуін толтырамыз. Кеше базардан сатып алдым, өзім деген қоймай, мамам алып берді, мама алып беш деп алып алдым. Шайды көрдіңіздер ғой, екі түрлі шай. Біреу қымбат, біреу арзан. Екеуін араластырсаңыздар, шайдың түсі деген күшті болады, прям әдемі шай болады. Мен бұл екі шайды араластырғанын ауылда көргенмін. Қонақ көп күтеді ғой, сол себепті. Ал құр қымбат шайдың өзін пайдалансаң, түсі де дәмі де онша болмай қалады. Көріңіздер енді. Нені заварканы сөкті и тұзды. Манна кашаның екеуін ашып тастаппыз. Біреу ашылмаған екенін барлығын бір ыдысқа салып қояйын деп салып қойдым. Мынау бізде талқан балаларыңыз жей ма? Мен енем үйреткен сухой молокомен қантты араластырып салып қойсаңыздар, сумен араластырып салсаңыздар дәмді болады. Бәрін орнына қойып қойдым. Заттарым реттеліп қалды, я. Мынау мед деген біздің өзіміздікі, папам бер жерген өзіміздің мед. Қазық салатын бұрыннан бар, бұны неге пайдаланбай жүргенімді қайдам, багіге салып қойыппын. Мыналардың бәрін әдемілеп салып қойдым. Қыздар, мен маған повар ғой, соған айтады, бұған бұндай тұз кетпейді, экстра деген тұз кетеді ғой деп. Біз деген үйдеміз ғой, кәдімгі қарапайым арал тұз бола береді. Еще оны шашасың істеп. Қыздар, енді мына жерге әдемі ыдыстар алу керек, оған мен ыдысым жетпей қалды. Осыған да шүкір. Қалай болды? Бағалап жіберіңіздер.
Ал қыздар, лайк басып комментарий жазып жіберіңіздер. Шкафының қандай болғанын айтыңыздар. Бәрінен бұрын осы қызға рахмет. Жыламай шыдаған. Пока-пока. Кән, Еркеназ, пока-пока. Оған әжесі май болып тұрды ғой. Сосын жыламайды ғой. Күштер мама.